қазір чебуректердің тестасын елейік. Бір қасық чай қасықпен тұз. Соны нетіп, қосып чебуректерді миксован жасаймын. Осыннан чебурек жақсы шығады. Кішкене жылырақ болады. 2 қасықтай шемішкені майын қосам. Чебурекке дәмді болу үшін. Бұл да қолға жабысып тұру керек. Егер сіздерде безглютеновый печенье болса, қосып жіберсеңіздер болады. Қолға жабысқан болса, өте қатты емес, өте не емес. Етіп. Кішкене жұмсақтау болады, қатты болмайды. Екеу жасағаннан үш жүріп жатыр. Міне, мамалар тестасын жайып алдық. Кесемен домалақ кесіп аламын. Сонысын жасайым. Фаршты жуамен қуырып алам. Өзіме солай істеген ұнайды. Еттім ба? Міне. Мынаны солай әдемілеп фаршты қуырып алдым. Осылай жасап аласыздар да, майға қуырып аласыздар. Сонда еті қуырылған, еті піспей қалды деп ойламайсыздар. Чебуректі қуырып алам. Міне мамалар, онdan көрсетті. Міне чебурек дайын.
Қазір ас болсын, өте дәмді шүберек шығады. Қазір паузаға қойып тұрмын. Міне мамалар, жарасы өте дәмді ас болсын.